Әжімнен құтылғыңыз келсе, бетке әжімнің ерте түсуі кімді болмасын ойландыратыны сөзсіз. 15-20 жас аралығында пайда болған әжімдер ерте түскен болып саналады. Ал 20 жастан асқан әжім көздің айналасына түсе бастаса, өкінішке орай адам жасы ұлғайған сайын әжім де тереңдей түседі, әрі беттің әрін кетіреді. Әжім әртүрлі себептерден пайда болады. Ал одан қалай құтылуға болады? Ол үшін не істеу керек? Сіздермен бірге осының жауабын қарастыратын боламыз. Ең керек арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Керекті көптеп видеолар салып отырамын. Әжімді кетірудің бірден бір жолы уақытын өткізіп алмай дер кезінде әрекет жасау. Ең алдымен әжімдерді қарапайым тұзбен кетіріп көріңіз. Ол үшін бір шай қасық тұзды бір стақан суға салып араластырыңыз. Дайын болғанда тұзды суға мақтаны малып, бетке және мойынға қойыңыз. Осылайша мақтанып бетте бірнеше минут ұстаңыз. Жай ғана сыртынан ұрғылап тұруыңызға да болады. Маңдайға түскен әжімді жұқа қағаз арқылы кетіруге болады. Пергамент немесе калка сынды жұқа қағазды алып, оған крем жағамыз да маңдайға жабыстырып қоямыз. Қағаздың сыртынан дәкемен орап, байлап қоюға да болады. Бұл емдік тәсілді 20 минут бойы жасап, 5 күн қайталау керек. Бірнеше апта өткеннен кейін әжімдердің жазылып, азая бастағанын байқайсыз. Алайда 35 жастан асқан әйелдер осындай әрекетті жасап көргеннен кейін міндетті түрде парафинмен ем жасау қажет. Парафин курсын жылына бірнеше рет жасасаңыз, әжімнен құтыласыз. Маңдайдағы әжімнен арылудың тағы бір жолы маңдай бұлшық еттеріне жаттығу жасау. Маңдайыңызды тыжырмай, қабағыңызды төмен түсіріңіз. Керісінше шекеңізді жоғары көтеріп, осылайша күн сайын жаттығу жасап тұрыңыз. Жаттығудың әсері жақсы болу үшін шекені, қабағыңызды қимылдатқанда әжімдерді қолмен ұстап тұру қажет. Беттегі әжімді кетірудің бірден бір жолы өз-өзіне массаж жасау. Ол үшін саусақтың ұшымен бетке жай ғана массаж жасаса болғаны. Бұл жаттығу бет терісін қатайтып, қан айналымын жақсартады. Әжімді кетірудің тағы бір жолы әжімге қарсы маскалар. Жұмыртқаның сарыуызы мен май қосылған маска. Ең алдымен майсана немесе камфора майын жарты шай қасық алып, жұмыртқаның сарыуызымен араластыру керек. Дайын болған қоспаны бетке жағып, 10-15 минуттан соң жылы сумен жуасыз. Бұл маска енді ғана түсіп келе жатқан әжімдерді кетіруге жақсы көмектеседі. Ашытқы маскасы. Қаймақ пен 25 грамм ашытқыға су қосып, бірнеше сағат қою қажет. Белгілі уақыт өткеннен кейін қаймақ пен ашытқы қосылған масканы бетіңізге жағасыз. 20 минуттан соң жылы сумен жуып тастайсыз. Бал қосылған маска. Жұмыртқаның сарыуызымен бір шай қасық бал және бір шай қасық глицеринді араластырып, маска жасаңыз. Артынан жылы сумен бетті шайып тастайсыз. Бұл масканың әжімді кетіруге пайдасы мол. Лимон маскасы. Жұмыртқаның сарыуызын алып, көпіргенше қосқаңыз. Оның үстіне лимон шырынын және бір шым тұз қосыңыз. Барлығын жақсылап араластырып, бетке жағыңыз. 15 минуттан соң жылы сумен бетті жуып, нәтижесін көрсетіңіз. Жүзім маскасы. Бірнеше жүзім жидегін езіп, суын мақта сулығымен көз айналасындағы теріге жағады. 20 минуттан кейін жуып тастасаңыз болады. Немесе жатар алдында жағып, күнге қалдырсаңыз да болады. Осылайша теріге табиғи құнарлы заттар сіңеді. Бұл әжімдердің пайда болуының алдын алады. Шипалы шөптерден жасалатын тұнба. Бір шай қасық кептірілген жөке, түймедақ, қырмызы, көктенкенді, көк тікенді араластырып, 3 стақан ыстық су құйыңыз. Жарты сағаттан кейін көз айналасына арналған компресс жасайсыз. Бұны күнделікті жатарда жасауға болады. Бұл көздің ісігінің басып құнарландырады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер.